Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамдарының бірі және ауызашардың сәнін кіргізетін шай дастарханына қойылатын шоколадты жент дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, қазақша контенттің дамуына үлес қоса кетіңіздер. Алдымен барлық қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Ең алдымен ыдысымызға талқанымызды салып, және ерітілген сұйық май және де сгущенкамызды салып барлығын араластырып алатын боламыз. Біркелкі етіп жақсылап араластырып алдым және үстінен тағы да қалған бөлігін қостым. Мен сіздерге описание бөліміне толық рецепті қалдыратын боламын. Міне осындай қоспамызды дайындап алдық. Енді арнайы бізге осындай қалыптар қажет болады, силиконды қалыптар. Барлығын осындай ішіне жайғастырып шықтым, тегістеп. Кішкене үстінен басыңқырап, нығыздап, барлығын осылай салып шығатын боламыз. Барлығын салып болған соң, енді морозильникке аздаған уақытқа салып аламыз. Кішкене қатыңқырағаны дұрыс болады. Менде осындай жүрекше силиконовый қалыпшалар да болды. Міне осыларға да салып алдым. Екі түрлі етіп жасау үшін. Бұны да барлығын салып, бұны да бір морозильникке салып алдым. Алдын ала шоколадымызды ертіп, дайындап алдық. Енді осы қалыптан барлығын алып, босатып аламыз. Морозильникте міндетті түрде 4-5 минутқа қалдыратын болсаңыз, міне осындай ұстауға өте ыңғайлы, алыну да өте оңай, жеңіл болады. Осының ішіне аздап шоколадтан құямыз. Ақ шоколадпен де немесе сол шоколадты басқа түрлі түстерге бояп та қалауыңыз бойынша әртүрлі етіп жасауға болады. Менде ақ шоколадтар болды, бірақ балаларым жентімді дайындағанша біраз бөлігін жеп қойған екен. Сонымен тек осы түрмен жасадым. Енді женттерімізді үстіне салатын боламыз. Кішкене басыңқырап, шоколады барлық жеріне жеткені дұрыс. Міне кішкене басыңқырағанда толық айнала жететін болады шоколадтарымыз. Және осы тұрған орында аздап тұрса, сол сразу қатады. Ешқандай морозильник, холодильникке салудың қажеті жоқ. Міне жүрекшелеріміз де дайын болды. Бұның да ішіне осылай шоколадтарымызды құйып, барлығын салып алатын боламыз. Енді қалған бөліктеріне мен аздап кокосовый стружка қостым. Кішкене өзгешелеу болу үшін. Оны қосуларыңыз міндетті емес. Және жүрекшелерімізде осылай барлығын салып жайғастырып алдық. Екі-үш минутта өте жылдам қатып дайын болады. Міне осылай өте жылдам оңай алынады. Міне дайын болды барлығы. Сондай ерекше, дәмді, шоколад пен дәмі өте үйлесімді болып шығады екен. Мен өзім алғаш рет жасадым. Дәмі сондай қатты ұнады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазіргі таңда хит болып жатқан тағамдардың бірі. Қазақтың осындай ұлттық тағамдары қазіргі таңда қолға алынып, түрліше етіп, қайтадан дастарханымыздың сәнін кіргізуде. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыздар.
міне жүрекшелеріміз де дайын болды. Өте ерекше, кокоспен де өте дәмді, ерекше болып шығады екен. Кокос немесе басқа да жаңғақ, кез келген посыпканың түрін пайдалансаңыздар болады. Міне дайын болды. Ас болсын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы.